армысыңдар. Өздерінде байқаған боларсыңдар, тәңіршілік ол біртұтас ілім емес, сенім емес, Тоқтар Абыз тіпті оны дін дейді. Сондықтан да бұл жерде шамалы бір адамдар осы тәңіршілдікті тыңдағанда, енді айтатын адамдар көп қой. Сондықтан да бұл жерде шамалы бір адасу бар. Тоқтар Абыз былай дейді, басқалары былай дейді, рухани жаңғыру. Оларды енді өзіміздің бұрынғы сенімдерімізді, дәстүрлерімізді айтып жатыр ғой. Айтып жатқанда мысалы тозақ пен жұмақ мысалы жоқ дейді. Солай дей келе, бірақ та соның альтернативті мекендері бар. Мекендері бар, осыған назар аударыңыз. Соларды тыңдап көрейік. Адам өз өмірінде жақсы істерді көп жасаған сайын, оның рухы солай оңай әрі жоғары көтеріледі. Егер адам жақсы мен жаман істерді қатар жасаса, ол жер бетінің деңгейінде болады. Егер адамның өмірінде жаман істер көп болса, онда оның рухы да ауыр болады. Ол температурасы жоғары жердің ең төмен сатысына түседі де, рух қиналады. Тәңіршілдікте жұмақ пен тозақ жоқ. Ал енді Тоқтар Абыз ол басқаша айтады. Ол тозақ пен жұмақ бар дейді. Дей келе, оның тозағы ол жанның қалпы. Тозақ және де жұмақ. Ол мекен емес, координаты бар орын емес. Ол жанның қалпы, состояние души дейді ғой. Бұл жерде де адамның істері айтылады. Егер сен осы дүниеде жаман істерді жасаған болсаң, онда сенің Тоқтар Абыз тұрғысынан ақ деген ол клетка ғой. Осы клетка, яғни ағын тозаттағы сен өз ұрпағында қайта туа алмайсың. Ал енді сенің мына дүниеге іс-әрекеттерің жақсы болса, онда сенің ағын, яғни клеткан жақсы деңгейде болаттағы сен болашақта өз ұрпағында қайта туасындағы осы дүниеге қайтып келесің. Бұл жерде тозақ пен жұмақ бар дейді. Бірақ та сол тозақ пен жұмақ ол жанның қалпы, рухтың қалпы. Ал әлгі рухани жаңғыру сөздеріне сенетін болсақ, тозақ пен жұмақ жоқ. Бірақ та альтернатива жаңағы айтылғандай бар. Яғни бұл жерде енді жаңа тыңдадыңдар ғой, жаман істерің болса, онда төменге кетесің, жаның өте ауырланады. Жақсы істерің болса, онда сенің жаның жеңіл, мамықтай болады, сен жоғарыға кетесің. Ал егерде жаманның жақсысын қатар істеген болсаң, онда мына жер бетінде қалады екенсің. Жер бетінде қалғанда кім болып қалады екенсің дегенде, қандай қалыпта қалады екенсің дегенде, бұл жерде айтылмайды. Өз ойым сірә осы елес болып қалады дегенді сірә айтатын болу керек. Оны нақты етпеймін, солай түсініп тұрмын. Енді осы екі позиция бар ғой. Осы екі позицияның қайсысы дұрыс, қалай ойлайсыңдар? Рухани жаңғыру айтып тұрғаны дұрыстау келе ме, я болмаса Тоқтар Абыз айтып отырғаны дұрыстау келе ме? Өз пікірлеріңді видеосына қалдыра кетіңіз. Аман сау болайық.